Саламатсыздар ма? Тұздардың химиялық қасиеттері тақырыбындағы С деңгейінде осы бірінші есепті қалай шығарамыз? Алдын ала темір сульфидінің малярлық массасын тауып қойдым. Яғни темір атомының массасы 56, ал күкірттікі 32, қосатын болсақ 88 грамм на моль. Яғни 1 мольде 88 грамм бар деген сөз. Яғни есепте не дейді? Қанша грамм темір сульфиді тұз қышқылмен әрекеттескенде көлемі 89,6 литр күкіртті сутек газы бөлінеді. Яғни біз бірінші реакцияны жүргізіп алайық. феррум еске қосамыз H хлор, яғни тұз қышқылын қосатын болсақ, бізде темір хлориді, темір мен хлор бірігіп темір хлоридін береді, және күкіртті сутек газы бөлінеді. Енді бірінші теңестірейік. Теңестіру үшін валенттілікті қоюды ұмытып кетпейік. Яғни темір 2 валентті, хлор 1 валентті. Сонда хлорға 2 түседі. Сутек 1 валентті, күкірт 2 валентті. Сутекке 2 түседі. Реакцияға қарайтын болсақ, реакцияға дейін H және хлор бір атомнан, реакциядан кейін 2 атомнан екен. Яғни молекуланың алдына 2 қойсақ, реакция теңеседі. Бізде газымыз күкіртті сутек газы. Бұл бізде 89,6 литр берілген екен. Алдында саны жоқ болған үшін біз 1 моль деп есептейміз да. Яғни 1 мольде 22,4 литр болғандықтан 22,4 деп жазып аламыз. Және бізге берілген темір сульфидінің массасын сұрап жатыр. X грамм, ал темір сульфидінің массасы 1 мольде 88 грамм бар екенін есептедік. Енді пропорциямен шығаратын болсақ, 88-ді көбейтеміз 89,6-ға бөлеміз 22,4-ге. Яғни қысқартатын болсақ, 89,6 22,4-тен 4 есе көп. Сондықтан да 22,4-тен қысқартамыз. Сонда 88-ді 4-ге көбейтетін болсақ, онда бізде 352 деген жауап шығады.